Азамат оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындарының бірі арқан тарту. Бұл ойынның мақсатына көз жүгіртіп өтейік. Бұл ойынның мақсаты қазақтың ұлттық ойындарын жүргізу. Арқан тартыс ойыны арқылы балаларды қазақтың салт дәстүрін, әдет-ғұрпын, туған елге, жерге, өз отанына деген сүйіспеншілік сезімдерін арттыру. Және де бұл ойын ептілікке, икемділікке, шапшаңдыққа, бейімділікке, жылдамдыққа тәрбиелейді. Оқушылар, енді бұл ойынға бір көз жүгіртіп өтейік. Арқан тартыс ойынын арқан тартпақ деп те атайды. Бұл ойынның екі түрі бар. Біріншісі жазда көгалы үстінде, екіншісі қыста қар үстінде ойналады. Жазда ойыншылардың саны 10 адамнан көп болмаса, ойын қызықты болады. Ойынға ұзындығы 8-10 метрлік екі ұшы түйілген арқан әзірленеді. Оның тең ортасына белгі ретінде қызыл матаны байлап қояды. Ойынға қатысушы екі топтағылар өз жағында бойларына қарай сап түзеп, ойын бастауға белгі берілгенде арқанды өз жағына қарай тартады. Бұл арқан тартыс ойынында қыста 10-15 адамға қатты ұзын арқан беріледі. Екі топ тартысқа түседі. Ойыншылардың басты мақсаты тартысқа түскен екі топ бірін-бірі тартып, жердегі орталық сызықтан бұрын сүйретіп өткізіп әкету. Екі топтың қай жағы орталық сызықтан қарсы топтап бұрып сүйреп өткізіп жетсе, сол жағы ұтқан болады. Жеңген жағы бәйгесін алады. Ойынды осы жоғарыдағы тәртіппен жүргізе беруге болады. Арқан тартыс ойыны қимыл бірлігін қалыптастырушы коллективтік іс-әрекетке тәрбиелейді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Арқан тарту ойыны адамның күш қабілетін, ептілікті, шапшаңдықты дамытады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.